Қазақстан астанасы Қазақстанның саяси әкімшілік орталығы, ұлттық бірлік пен тәуелсіздіктің символы. 1920 жылы 22 қыркүйектегі жаңа декретімен Орынбор губернаторлығы мен Орынбор қаласы КСР құрамына қосылды. 1920-25 жылдары Орынбор қаласы Қазақстан астанасы болды. 1925 жылы 9 ақпанда Қазақ АКСР төралқасы Исаевтың баяндамасы бойынша мемлекет астанасын Орынбордан Ақмешітке көшіру туралы шешім шығарылды. Сол жылғы 15 мен 19 сәуірде Ақмешітте өткен кеңестердің бүкіл қазақстандық 5-ші съезі республика астанасы Ақмешіт қаласының атауын Қызылорда деп атау туралы қаулы қабылдады. Сыр бойының экономикалық және табиғи жағдайы қолайсыз дегенді желеу еткен Голощекин басқарған Қазақ өлкелік комитеті ел астанасын Қызылордадан Алматыға ауыстыруды жөн деп тапты. 1927 жылы 3 наурызда Қазақстан астанасын Алматыға көшіру жөнінде қаулы жарияланды. Ауа райы оңтайлы, табиғи көркем жерде орналасқан Алматы аз уақыт ішінде елдің саяси, экономикалық, мәдени орталығына айналды. 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін Астананы елдің оңтүстік шығысынан республиканың орталық бөлігіне көшіру мәселесі көтерілді. 1997 жылы 20 қазанда тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның жаңа астанасы Ақмола қаласы болғанын ресми түрде жариялады. 1997 жылы 8 қарашада Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері мен президент байрағын Алматыдан Ақмола қаласына шығарып салудың салтанатты рәсімі өтті. 1998 жылы 6 мамыр күні президент жарлығымен Ақмола қаласының аты Астана болып аталды. Қаланың Қазақстан Республикасының астанасы ретінде ресми тұсаукесері 1998 жылы 10 маусымда болып өтті. 2019 жылы наурыздың 20 жұлдызында Астана қаласының есімі ресми түрде Нұрсұлтан деп өзгертілді. Нұрсұлтан бүгінде өскелең қала. Кемелде келісімді ойлардың, ізгі ниет пен игі тілеудің қаласы. Келешегін жарқын болсын халқымыздың ақ ордасы. Көркейіп, биіктерден көріне бергейсін.